Өкпенің қабынуына қойдың сорпасы ем екен. Сорпаға қара бұрыш салып, құрт езіп ішіп, әл жинауға болады. Атам қазақ бекер айтпайды екен. Басқа 4 түлікке қарағанда қойдың етінде А1, Б12, Б1 дәрумендері мол. Қой етінің құрамында кальций мен фосфор көп болады. Балаға құйрық май жағуды қойдық. Қой етін жемей сиырға көштік. Ертегі эпос жырларды алайықшы. Баяғыда бай болыпты, мыңғырған қой мен табын жылқысы бопты деп басталмай ма? Сиыр туралы айтпайды. Соғымға қыста жылқы сойып, жазда жандық деп қой етін жегені бекерден бекер емес. Жылқы еті дәруменге бай, бойды қыздырады, адам тоңбайды. Қой етінде де қызу бар, бойдағы салқынды шығарады. Ет асқанда ең алдымен бауырмен құйрықталып, тіліктеп кесіп, аздап тұз сеуіп жіберіп, ең алдымен балалардың аузына тығатыны осы аурудың алдын алу екен ғой. Оның бәрін ұмыттық. Іш ауырса ішімізге, тымауратсақ арқамызға құйрық майын қыздырып жіберіп жағып, борша боп терлегенше орап тастайтын ше. Ертесіне құлан таза айығып атып тұратын едік қой. Сиыр етін қазақ желі бар деп жемеген. Халық аузында бір әңгіме бар. Бір жігіттің әйелі ылғи қыз әкеліпті дүниеге. Содан ұлсыз қалам ба деп уайым жеген досына ауыл ақсақалдар айтыпты. Бір жыл әйелің шөп шалам сиыр ет дегенді қойып, тек жылқы етін жеп қымыз ішіңдер. Ақсақалдың айтқаны келіп, келіншек ұл тауыпты. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Нәресте қол аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өседі. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттер көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындар нәрестенің аузына құйрық май салған. Бойдағы жел құздың бәрін шығарып, әл беретін жылқы мен қойдың еті мен сорпасына жетері жоқ. Уақыт сыннан өткен, ата бабамыздан жеткен халық емін жасап жүріңіздер.